Сәлем оқушылар, қалайсыңдар? Бүгін сендермен біз сен қиналып жүрген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз біз аутосомалық хромосомалық ауруларға тоқталамыз және де жыныстық хромосомалық ауруларға тоқталатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бізде аутосомалық хромосомалық ауруларға қандай аурулар жатады? Аутосомалық хромосомалық ауруларға Паттау, Даун және Эдвард синдромдарын жатқызамыз. Ал бізде жыныстық хромосомалық аурулар. Жыныстық хромосомалық аурулар бізде Клайнфельтер, Шершевский, Тернер. Бізбен бірге болыңыздар, осы ауруларға толық мәлімет беретін боламыз. Ал ендеше біз бастайық. Даун синдромы. Даун синдромы 21-ші хромосома. Даун сипаттап жазды. Бұл негізгі клиникалық сипатына тоқталатын болсақ, ақыл есінен туа бітсе кем болуында және де оқытып үйретуге болады, бірақ оларды жазуға, санауға үйрету мүмкін емес деп көбінесе осы кітапта жазып кеткен. Және де орталық жүйке жүйесінде ауытқушылықтары бар болады екен. Икемсіз, епсіз, қорғансыз болып келеді. Фенотиптік белгілеріне тоқталатын болсақ, олардың бойлары аласа болады. Шүйделері тегіс, бас сүйектері кішкентай, көздері қысыңқы, мұрындарының түбі жалпақ болады. Ал кеңсерікті жүрек тамыр жүйесі, ішкі секреция бездері бұзылады екен. Осындай егер белгілерді байқалатын болса, ұлттық бірыңғай тестілеуге келетін болса, сіздер Даун синдромы деп белгілейсіздер. Келесі Паттау синдромы. Паттау синдромы 13-ші хромосома. Ол бізде 13 жұп аутосомалары бойынша трисомияны көрсететін хромосомалық аномалия. Клиникалық сипатына тоқталатын болсақ, ол бізде 17-ші ғасырда сипатталған, оны бізде Паттау анықтаған, сол себепті Паттау синдромы деген ат берілген. Және де клиникалық сипаты осы 17-ші ғасырдан басталып зерттелген. Өте ауыр даму аномалиялары болады. Ұрық анасының құрсағында жатып, өліп кетуі де мүмкін. Ұзақ өмір сүрмейді. Осы Паттау синдромында ұзақ өмір сүрмейді. Қарай бізде Эдвард синдромы. Эдвард синдромы 18-ші хромосома. Эдвардс тапқан, көбіне балалар ауырады, көп өмір сүрмейді. Негізгі сипаттамаларына тоқталатын болсақ, нәрестелердің салмағы өте жеңіл болады. Иектері тегіс, жақтары нашар дамыған, ал бас сүйегі, құлақтары кішкентай және бас сүйегі төменде орналасқан болады. Тұмсықтары шығыңқы, құс тұмсықты болып келеді. Ал көздерінің мөлдір қабығының бұлдырауы, көру мүшелерінің мүкістігі айқын байқалады. Қол саусақтары өте ұзын немесе өте қысқа болады. Және де 2-5 саусақтары, 2-ші және 5-ші саусақтары ерекше орналасады екен. Табандарының пішіндері өзгерген. Жүрек тамыр жүйесінің бүйректерінің жұмысы бұзылады. Және де ересек жасқа жеткен кезде олардың ақылдарының есі кем болады. Бұл синдром көбінесе нәресте туылған кезде бала жолдасының кішкентай болуы, жалғыз кіндік артериясының болуы арқылы күні бұрын анықтауға болады. Біз қазір сіздермен осы аутосомалық хромосомалық ауруларды, Паттауды, Даунды және Эдвардсты түсіндіріп өттік. Енді біз келесі ауруымыз жыныстық хромосомалық ауруларға тоқталамыз. Мына жақта сіздерге информациялар шығады, солардан жазып алсаңыздар болады. Және де сіздер үшін суреттерін де шығарып қоямын. Келесі бізде жыныстық хромосомалық аурулар Клайнфельтер және Шершевский Тернерге тоқталамыз. Сіздерді ұлттық бірыңғай тестілеуде осы сұрақтар қиналып жүрген болса деп, осы сұрақтарды әдейі шығарып отырмын. Егер де қай тақырыптан қиналатын болсаңыз, YouTube каналымыздың комментарийына жазып кетіңіздер. Видео пайдалы болса, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Кеттік, біз Клайнфельтер синдромына тоқталайық. Бұл Клайнфельтер синдромында X және де Y несі қосылған болады. Белгілерінде бұл Клайнфельтер ауруымен тек қана ер адамдар ауырады. Олардың белгілеріне тоқталатын болсақ, жыныс бездері дұрыс жетілмейді және де ақыл есі кем, аяқ қолы шамадан тыс өте ұзын болып келеді.
денесіне аяқ қолдары сай келмейді. Және де хромосомаларды диплоидты жиынтығы 47 болып келеді. Дүниежүзілік санақ бойынша 1000 ер адамның баланың 2-і ғана осы аурумен ауырады екен. Келесі бізде Шершевский-Тернер. Шершевский-Тернер ол бізде X және O деген хромосомалары болған. 1925 жылы Шершевский мен Тернер сипаттап шыққан осы ауруды. Олардың белгілеріне тоқталатын болсақ, жаңа туған қыз нәрестелерде анықтауға болады. Ал бізде Клайнфельдерде ер адамдар ауырса, ал Шершевский-Тернерде әйел адамдар ауырады. Олардың салмақтары жеңіл, бойлары қысқа, табаны мен қолының ісіктері, тырнақтары толық жетілмеген, жүректерінде туа біткен ақаулары болады. Және де қолқа өкпе артериясының тарылуы байқалады екен. Шаштары қысқа, мойны қысқа жуан болады. Қанқа дамуының және көкірек қуысының өзгеруі 4 және де 4-5 саусақтарының қысқаруы байқалады. Бойының қысқа болуына байланысты аяқтары да қысқа. Және де тұлғалары, дене құрылысында өзгерістер байқалады. Иықтары кең, бөкселері тар және сыртқы құрылысы жағынан ер адамға ұқсас болып келеді. Егер де осындай белгілер байқалатын болса, Шершевский-Тернер ауруы екенін бірден байқай аласыздар. Бізбен болғандарыңызға көп рахмет. Бүгін сіздермен автосомалық аурулар және де жыныстық аурулармен жыныстық жолмен берілетін аурулармен тоқталдық. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Біздің осы Биопост KZ YouTube арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, түсінбей жүрген тақырыптарыңызды жазып қалдырсаңыздар, мен сол тақырыптарыңызға видео шығаратын боламын. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Видеомыз пайдалы болса, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.